28-ші сұрақ. Аружан оқыған кітабынан өзі білмеген ағылшынша жаңа сөздерді жаттады. Бірінші күні ол барлық сөздің 1/4 бөлігін, екінші күні қалған сөздің 5/2 бөлігін жаттады. Егер ол үшінші және төртінші күні 90 сөз жаттаса, ол 1-2 күнде. Сонда кітапта Аружан білмеген неше сөз болған? Жазайық. Бірінші күн, екінші күн, үшінші күн және төртінші күн. Бірінші күні 1/4 бөлігі барлығының. 1/4 бөлігі барлығының. Екінші күні қалғанының 5/2 бөлігі. 5/2 бөлігі қалғанының бірінші күннен кейін. Әрі қарай бізде үшінші және төртінші күн 90 сөз. Мына екеуі бірге 90 сөз. Сонда сұрағымыз барлығы неше сөз болды? Қарайық. Егер бізде барлығы белгісіз болса, және барлығын табу керек, бізде бірінші мына жақта қалғанын таба аламыз. Егер 5/2 бөлігі қалғанның екінші күні оқылған болса, барлық қалғанды 1 деп алсақ, 1-ден азайтқанда осы 5/2-ні шығады 5/3 бөлігі. Қалғанның ол бізде үшінші және төртінші күнге қалған бөлігі 5/3 бөлігі. Егер 5/3 бөлігі бізде ол үшінші, төртінші күндері болса, ол 90 сөзге тең нәрсе. Ол 90 сөз. Енді мынау 90 сөзбен 5/3 бөлігін қолданып, біз пропорция арқылы барлық қалған бірінші күннен кейін қалған сөздердің санын таба аламыз. Екінші амалымыз 90 сөз. Ол бізде 5/3 бөлігі қалғанының барлық қалғаны ол 1 неше сөзге тең. Сонда x-іміз тең. Мына жақта пропорцияны шығарғанда белгісізді бөлік жазамыз. 2 шекті мүшелерді біріне көбейтіп, ортаңғы мүшеге бөлеміз. 90-ды 1-ге көбейтіп, бөлеміз 5/3-ге. Мына жақта ол 90 қала береді. 1-ден 90 дейміз оны. Мына бөлшекті бөлуден көбейтуге ауыстырғанда ол бөлшек ауысады. Сонда 3/5 болады. Қысқартамыз. Мына жерде 3, 1, 30. 30-ды 5-ге көбейткенде 150. 150 сөз ол бізде қалғаны. Қалғаны бірінші күннен кейін. Бірінші күннен кейін қалғаны 150 сөз болса, бірінші күні 1/4 бөлігін оқыды барлығының. Сонда, егер барлығы енді 1 болса, осы 1/4-нен 1/4 бөлігін азайтқанда, бізде бірінші күннен кейін қалғаны шығады. Сонда, үшінші амалымыз 1 азайту. 4/1 шығады 4/3. 4/3 бөлігі ол бізде бірінші күннен кейін қалғаны болса, ол барлығының ол бізде 150 сөзге тең нәрсе. Енді 4/3 бөлігі ол 150 сөзге тең болса, біз дәл солай екінші амалымыздай пропорцияны құрай аламыз. Не істейміз мына жақта? Бірінші амалын сүртейін. Төртінші амалымыз 150 сөз. Ол бізде 4/3 бөлікке тең, 1 x дейміз. Дәл солай шығарамыз. X-іміз тең, 2 шеткі мүшелерін біріне көбейтеміз. 150 көбейту 1 және бөлеміз 4/3-ге. 150 қала береді мына жақта. Бөлуді мына жақта көбейтуге аударғанда екінші бөлшек аударылады. 3/4. Мына екеу қысқартылады. 50, 50-ді 4-ке көбейткенде 200. 200 сөз ол бізде барлығы.
Енді 200 сөз жауабы болса, мына жақтағы жауабы А.